Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дастарханға қойғанға ерекше көрінетін үгілмелі қатпарлы самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу өте қарапайым, құрамы тек қана 1-2 заттан ғана тұрады. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнымызды салып аламыз. Таразымен өлшеп салу міндетті емес. Егер сізде таразы болмаса, көз мөлшерімен өлшеп жасай берсеңіздер болады. Одан соң үстіне тұзымызды саламыз және салқындау суымызды құйып, қолға жабыспайтын қамыр дайындайтын боламыз. Бізде мантының, ет нанның қамыры сияқты болуы қажет. Қамырына тіпті жұмыртқа қосуды да қажет етпейді. Ұн, тұз, су қоссаңыздар жеткілікті. Енді жақсылап барлығын бір-біріне біріктіріп аламыз. Мінекей бізде осындай қамыр болуы қажет. Енді осы қамырымызды тындырып аламыз. Шамамен жарты сағатқа немесе 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Оғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен картоп қосамын. Картопты солонка етіп кішкене турап алатын боламын. Одан соң пиязымызды көбіктеп тураймыз. Пиязды көбіректе қоса беріңіздер, сонда дәмі де өте жақсы болып шығады. Неке қамырымызды тағы да екінші қайра басып жібереміз. Июін қандырып, міндетті түрде басып жіберген дұрыс. Сонда арасында ешқандай түйіршік қалмай, осындай бір келкі қамыр болады. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын дөңгелекше етіп осылай формасына келтіріп аламыз. Енді қамырымызды дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Бірінші қамырды дөңгелекше етіп жайып алғаннан кейін арасына ұнды молынан сеуіп, бір-біріне осылай жабыстырып қойып қоямыз. Екінші қамырымызды дәл солай ұнды сеуіп, дөңгелекше етіп жайып алатын боламыз. Бірінен соң осы 3 қамырды жайып аламыз да дөңгелекше етіп, одан соң үстіне ерітілген сары майымызды немесе бөлме температурасындағы жібіп тұрған сары майымызды үстіне қосып осылай жағып шығамыз. Одан соң екінші қамырымызды осылай орналастырамыз үстіне. Егер сіздерде самсаның мол болғанын қаласаңыздар, осы 3 қамырды дөңгелекше етіп, бір-бірінің үстіне қоймай, жай бір-бір қамырдан үстіне сары майды жағып, жаңағы көптеу самса жасасаңыздар болады. Осылай барлығына бір келкі етіп жағып шығамыз. Одан соң үстіне 3-ші нанымызды қойып, дәл солай жаңағы сары майымызды құйып жағып шығатын боламыз. Сары май бөлме температурасында болса да жаға берсеңіздер болады. Еріту міндетті емес. Менде майым қатты болғандықтан осылай ерітіп алдым. Енді қамырымызды осылай орап шығатын боламыз. Енді оралған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен айналдырып шығатын боламыз. Самсаның қамырын дәл осылай орап шығу міндетті, сонда біздің қамырымыз да қатпарлы болып шығады. Енді дайын болған қамырымызды орап, мұздатқышқа шамамен 1 сағатқа немесе 2 сағатқа қойып алып, кішкене қатса болды. Соғанға дейін қойып аламыз. Енді салмасына жаңағы тұз бұрышымызды салып, салмасын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Мінекей енді менің самсамның тестасы да кішкене қатып, өзінің формасын жақсы ұстап қалды. Енді кішкене бөліктерге бөліп, мен самсамды жалғастырып дайындайтын боламын. Үстінен осылай басып жібереміз. Егер сіздер дәл осылай қамырын дайындап, қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта жібітіп алып жасай бересіздер. Бірден жасау міндетті емес. Енді қамырымызды дөңгелекше етіп жайып алып, ортасына салмамызды салып, жақсылап дөңгелекше етіп орап шығамыз. Видеода көргендеріңіз. Самсаны тию жолы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен сіздерге дастарханда ерекше көрінетін, қонаққа да ұсына алатын осындай самсаның тию жолымен бөлісіп жатырмын. Дәл осылай кез келген формада жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Енді неге көргендеріңізде жақсылап дөңгелекше етіп орап алдық. Үстіне жаңағы жібімізді алып орап шығып алатын боламыз. Қарапайым киім тігетін жаңағы жібімізді алып, осылай қатты қыспай, жай ғана үстінен гүл тәрізді етіп орап шығамыз. Орау өте қиын емес, қатты ешқандай қысып жібермейміз.
жай ғана үстінен орап шығамыз. Егер де қатты қысатын болсаңыздар, піскен уақытта біздің самсамыз көтеріліп, жаңағы жіптеріміздің жыртылып кетуі де мүмкін. Жай ғана осылай үстінен орап шығамыз. Мінекей біздің самсаларымыз да дайын болды. Енді дәл осы самсаларымыздың үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз міндетті түрде. Сонда піскен кезде өте әдемі болып пісіп шығады. 200 градуста беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын болды. Жібі ешқандай жыртылмайды. Барлығы біркелкі етіп болып піскен. Самсамыз піскеннен кейін міндетті түрде осы жіптерімізді алып тастайтын боламыз. Жіп өте оңай алынады, еш қорықпаңыздар. Тек қана абайлап жаңағы самсамызды бүлдіріп алмай беткі жағын ақырын алсаңыздар өте оңай алынады. Мінекей, енді осымен біздің самсаларымыз дайын болды. Сіздерге осы рецептпен ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лүпіл басып, және қолдау білдіріп қойды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Жоғарғыдағы менің инстаграм парақшамда күнделікті менің сторисымнан түрлі лайфхак видео рецепттерді көре алатын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.